Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді чак-чак жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Ең алдымен 5 жұмыртқамызға кішкене тұз саламыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Келесі кезекте жарты шай қасық ас содамызды салып, біртіндеп ұнымызды қосамыз. Бірінші қасықтың көмегімен араластырып қоямыз. Оның екінші жартысын салып, енді қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Көріп тұрғаныңыздай минимум ингредиенттер керек болады. Тек қана жұмыртқа, тұз, ас содасы және ұн керек болады. Қант салмаймыз. Енді қамырымызды қаптауға салып, 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне уақыт өткеннен кейін біздің қамырымыз кішкене жатты, демалды. Енді өте жұқалап қамырды илейміз. Егер азырақ жасаймын десеңіздер, 5 жұмыртқаның орнына 3 жұмыртқа алуға болады. Міне көріп тұрғаныңыздай, біздің қамырымыз өте жұқа асылған, және бір 30 минутқа кептіріп қоямыз. Кептіріп, үстіне кішкене ұнды себелеп салсаңыздар, кескенде біздің қамырымыз бір-біріне жабыспайды және жақсы кесіледі. Енді майымызды жақсылап қыздырып, чак-чагымызды бөліп-бөліп пісіріп аламыз. Өте тез қызарып, тез піседі. Міне 5 жұмыртқамыздан өте көп чак-чак болды. Енді біз оның сиропын дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы балымызға қантымызды салып, жақсылап қант ерігенге дейін ертіп аламыз. Араластырып тұрамыз. Кішкене бір 50 миллиграммдай су қосуға болады. Енді чак-чакты мен противенге салып, үстіне қалауынша мейіз саласыздар. Мен мейізбен өте жақсы көремін. Сондықтан да осындай қоңыр мейізді алып, чак-чакқа салдым. Үстіне сиробыңызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне осымен біздің чак-чагымыз дайын болды. Жақсылап барлығын араластырып, бір-біріне бірігеді. Тоңазытқышқа салып қоюға да болады. Өте көп уақытқа дейін сақталады. Шаймен ішкенге өте дәмді. Айттарыңыз қабыл болсын. Әр шаңыраққа бақыт, бірлік, молшылық тілеймін. Сіздермен болған айым қош сау болыңыздар, ас болсын.